Мен әкеліп едім. Қалайсыздар достар? Мен тек түсіріп кетіпсің жұмыс жасап жатқанымда. Өзі тауыққа шығып едік, мамаға көмектесіп кеттім. Шөп жинап жатыр екен, ама деген жердегі шөпті ішке апарып жатыр екен. Соған көмектесіп жатырмын кішкене. Үйдің шаруасын болып тауыққа қарай шығып едім. Жұмыртқа алдым айтпақшы. 8 жұмыртқа шықты бүгін кішкене. Көрсетші. Бүгін деген күндегіден көптеу жұмыртқа деген. Үлкен көп сөйлемей жасаған жұмыстарымды көрсетер. Мен нешеу? 8. 8? Иә. Бүгінгі міне? Иә. Тауығың соншама нешеу? Білмеймін. Тауығын санамайсың ба? Санаған жоқпын. Санаған. Көрейікті. Көрейік шеш. Санап қоясыңдар. Санама. Міне шөптің ішінде жүр олар. Жартысы. Жартысы. Ана жерде жүр. Ана жерде қалған ана қойлардың ішінде жүр. Бірақ қойлар деген қырда қазір жоқ. Ертең алып келсе тағы қойларды көрсетеміз. Қой мен қозыларды. Алып келатқанды көрсетесің бе? Барып жатсам қырға, келатқандарын көрсетемін. Мынау не? Бүгінгі берген 8-не жұмыртқаларын жинап алдық. Рахмет, бүгін кішкене көп келді. Күндегіден жаңа деген жемдерін бәрін беріпсін. Бұның іштерін енді жинастыру керек. Енді кішкене босап жатырмын. Жем салшы тағы да. Енді босап жатырмын тағы да. Ішін жинастырып жатсам тағы да көрсетемін. Кел, мектан жатыр шу. Неше болды общем сонда? Жүр. Тип. Әне кәдік. Мә. Тип. Келді. Қанша істе жеңірек сияқты да бірақ. Ал жей ғой. Ей, төгелеспе. Мә. Жетеді бәрін жетеді. Жеңдер. Атешін, сен тенесеше. Мына іштер түсті да. Енді жинастыру керек та іштерін бәрін. Қашан жинаймыз? Ертең? Ертең ба? Иә, кішкене босап жатсақ, мынаның іштерін жинастырайық. Тауықтар тойды, бәрі күн шуақта ойнап жүр. Ойнап жүріп қойып, жайылып жүр. Енді мына топырақтан шөптерін бәрін алып алып, ішке кіргізіп жасам. Бұл жерде сосын шарбақты артынан жинап аламыз. Мынаны тасып алайын, ішке. Мына мен алған жолда жатыр екен ғой. Жоқ. Ананы тұрғызуым керек екен. Жолыңды бітіріп тұр ма? Ана итеріп соламаймен алып баратыр едім. Сен деген тоқтап қалдың сені көріп. Жүрегі қап-қара болып кеткенсің ба? Ничего страшного, ағырым. Жүрегің шаруа болып көрініп отыр ма? Бәрін жасайды жүрегің. Шығат кісі ғой, ертең кейін шықпасам деймін. Күшің көп қой өгілікке. Маска киіп шығу керек екен. Қойларың қайда? Қойлар қыдырып кетті қырға. Кеше су келгенде қаштық қой. Қойларды бірге алып. Енді ертең алып келеміз бұйырса да. Айтпақ, су не болып жатыр? Айтпайсың ба? Су деген, су әлі жүріп жатыр. Бірақ несі биіктігі деңгейге түсті. Бірақ су жүріп жатыр, ағыс бар. Енді бірақ басылатын шығар. Деп демеленіп отырмыз ғой. Жұмыс істейсің ба? Сен үйретшіш. Сенен қалған ғой бірақ та. Біліп тұрсың ғой. Бүлігін тәшке кірісіп кетті ана қара. Мықтысың ғой. Сыртта бар мен кіріспейін да. Не болды? Қара түтін болып кетті. Күштік видео шығып отыр, кино болып отыр. Видеоңдегі білікі. Жұмыстарың деген. Ол дейм ғой? Сәлем етіп отқан ба? Привет деп отырмын ғой. Жет бәрін. Мынау айыр екен ғой. Тырна. Мына жердегі шөптің бәрін ішке кіргізіп тастасам, мама өзім жинап тастаймын дейді.
Қайсы анам бәрін кіргізесің бе? Иә. Кіргізе аласың ба не? Неге кіргізбеймін? Мә, мықтысың ғой. Күн көктем келіп күн жылынып күшті болды, Гүлекең де үйден шықты дейсің. Иә. Шаруа жұмыс етеді негізі. Шарбақта жасайды. Иә. Бірақ мойын жар бермей жүрмеймін. Бәрін жасаймыз. Алматыға кетіп қалғанша жасап кетеміз. Иә? Да. Сен де көмектессең. Видео түсіресің бе? Иә. Сен түсіреді. Ну, 5 минутта істеп тұрмайын ба? Қайсында шөпті ме? Ар жағында шөп бар ғой ше, да? Бәрін тасисың бе? Ешті басып қойын, е? Бір бақ берейін. Тауық жүкіп кетті. Қашып кетті. Ана айырды, ана жақты жинап атым. Қолдың жұмыртқасы қанша теңге тұрады деп? 100 теңге шығар? Білмеймін соны. Біз Не? жұмыртқа сұраушы көп екен негізі. Тауықты көбейтіп жұмыртқа аламыз, жұмыртқа сатамыз емес. 100 тауық бақсаң, 100 жұмыртқа шыға ма? Білмеймін, шығады шығар енді бәрі. Сонда 100 теңгеден қанша болады 100 жұмыртқаң? 10 мың ба? Емес қой. Жоқ, ол өзін ақтаймын екен дегенім ғой, шөбін, жемін. Соны айтамын, 100 жұмыртқаны бақ, 100 тауықты баққанша Ақтау керек қой. жемін бар, білмеймін. Қанша жем кетеді? Менің көрермендерім үшін бағып жүрген адамдар болса, қалай екен, тиімді ма, пайдалы ма, айтып жіберсеңіздер болады да? Да. 100 тауық бақсам, 100 жұмыртқа алсам деп қойыпты, 100 теңгеден сатсам деп. Өзімізден ауыспай жатыр, пока 5-6 жұмыртқа, бүгін ғой 8 жұмыртқа берген. Ал былай да өзімізден, айналамыздан қайным бар, қайынсың бар деген сияқты соларға бергенде ауыспай қалады. Кеше маған да ана көрермендер неге салғанын сұрапты, жұмыртқа сатасың ба деп. Ал достар, пока-пока, аман болыңыздар, лайк басып тіркеліп отырыңыздар, мен жұмысын жасайын. Күш көп болсын деп қойыңдар. Мен бітіріп тастайын.